Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар? Бүгін біз ерекше үйде, ерекше жүректе қонақпыз. Жанымда ұстаз, бірақ жай ғана ұстаз емес, өмірін шәкіртке арнаған білімді де білікті ұстаз. Ақселеу Сейдімбек атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Көпжасарова Күршатова. Жоғары деңгейде өтетін, дәл қазіргідей жаңа технологияларды пайдаланбасақ та, баяндамалар оқып, ылғи тәжірибелі мұғалімдер бізде баяндамаларын оқып, келешек оқу жылына деген тәжірибелерімен бөліседі. Бұл ең бастысы білім керек қой. Білім керек, білімді болу керек. Күнделікті мына жаңалықтардың жаршысы бола білу керек. Ұстаз қоғамда қандай жаңалықтар болып жатыр, оны бірінші ұстаз өзі білу керек. Тым еркіндік ұстазға жараспайды. Еркін болу, ол енді оқушыға жарасар, иә? Оқушыға. Қазір оқушылар еркін болсын, оқушыларға ұрыспаймыз да. Оқушымен бірге жүретін болса, оның несі ұстаз? Несі ұстаз? Оқушы сияқты бүкіл емін-еркін жүремін деп, еркін жүре беретін болса, ол ұстазға жатпайды. Сондықтан да мына әлеуметтік желілерде тиктоктағы ұстаз екенмін, ұстаз екенмін деп, емін-еркін дегенді мен қаламаймын. Тиктокта болсын, тақтада болсын деп тұрсыз ғой. Иә, тиктокта болсын, тақтада болсын. Бір тас тәрбие дегеніміз ата-аналар мен ұстаздардың бір-бірімен тығыз қарым-қатынасы. Көп кітап оқу. Сабаққа дайындалғанда әр кітапханаға бару бізде. Талқыладық әріптестерімізбен. Сосын әріптестерімізбен біз 3-4 сағат отырып талқыласақ, біз шаршамайтынбыз. Қиын сұрақ қойып жердің күндер. Енді осының өзінде аңғара алмай жүрген күндер, сен осы сұрақ, ең қиын сұрақ маған. Мен жас кезімде қаталдау болдым ғой, бұрын қатал, тәртіппен мейірімді қатар алу керек, онда ғана бар нәтиже болады. Балаға мұны үйретсе, үйретуге көмек мен түсінемін. Өйткені сіздің алдыңыздағы оқушыңыз технологияны үйретіп отыр ғой. Көрсету керек. Тәжірибе жүзінде көрсетуіміз керек, өйткені оқушыдан қалмауымыз керек. Креативті мұғалім дегеніміз енді жаңалықтың жаршысы дейді ғой, жаңалықты. Қандай жаңалық болсын, соны бірінші қабылдап алып, соны жаңағы практикасында іске асыруды креативті мұғалім дейтін шығармыз. Креатив деген кезде кейде жасандықта болып жатады, келешек ұстаздарға айтарым. Ұстаз қашанда ұстаз, қалпын сақтай отырып, келешек оқушылардың тағдыры менің қолымда деп, сол оқушылардың тағдырына өзінің білімі, біліктілігіне қалай да әсер етсе екен. Әсер етсін. Рахмет, керемет сұхбат болды. Рахмет сізге де, Гүлнұр. Free audio post-production by alphonic.com